Қазіргі таңда НСС холдингіне қарасты мекемелер қалада және облыста біршама жұмыстар атқарып жатыр. Соның ішінде айта кетсек, облыста Қызылқоға ауданында 8 техникамыз жұмыс жасап жатыр. Жылой ауданында Құлсары қаласында 24 техникамыз жұмыс жасап жатыр. Және жылойлықтарға арнап теңіз кенішінен жататын орындар берілді. Ол жерде 453 адам тұрып тамақтанып жатыр күнделікті. Және де жылойлықтарға еңбек етіп атқан қалада жылойлықтарға арнап күнделікті 2000 нан және 1500 тамақ ланчбокстар ұйымдастырылған. Және де қалада 3 объектіміз бар. Соның біріншісі Бесікті. Ол жерде жағаны күшейту жұмыстары 8 километрде жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда 4 километрі толықтай аяқталды. Биіктігі 3 метр, ені 10 метрдан дамбылар соғып жатырмыз. Ол жерде 24 техника және жұмысшыларымыз тынымсыз еңбек етуде. Жұмыс таңертеңгі сағат 7-ден кешкі 11-ге дейін жүріп жатыр. Және 4 километр дамбы соғу жұмыстары аяқталғаннан кейін еріктілер, студенттер қапшық қаптап, солны күшейту жұмыстарында жүргізіп жатқан айта кету керек. Және екінші объектіміз Новокирпичный ауылында Соколок каналының жағасын нығайту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жерде 12 техника және адамдарымыз бана айта кеткендей сағат таңертеңгі 7-ден түнгі 11-ге дейін қызмет етуде. Үшінші объектіміз Алмалы ауылында. Ол жерде 14 техникамыз және адамдарымыз жұмыс жасауда. Қазіргі таңда бүкіл жұмыстар қарқынды жүруде. Және де басқа техника көзін қосу қарастырылып жатыр сұрағы. Одан бөлек тағы бір айта кететін жайт, қаланың ішіндегі жағаны нығайту жұмыстарына қапшықтардың жетіспеулігіне байланысты біздің мекемеміз кеше осы жұмыстарға арнап қапшық алуға 25 миллион теңге қаражат аударды. Қорытындылай келе айтқым келетіні біздің күшіміз бірлікте, және де біз осы қаламызды, облысымызды осы ауыр жағдайдан аман есен алып қалу үшін бар күш-жігерімізді саламыз.